Үй жағдайында лаваш жасайтын боламыз. Ең әуелі ұнымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Кішкене қамырымыз суыған соң, қолымызбен жақсылап иілеп, 10-15 минутқа пакетпен жауып демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды табамыздың көлеміне қарай бөлшектерге, күлшелерге бөлеміз. Мен табам кішілеу болғандықтан, мен 10 бөлікке бөліп алдым. Қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз ұнның көмегімен. Қызып тұрған табаға май құймаймыз. Орташа отта қамырымызды екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай барлық лаваштарды пісіріп аламыз. Лавашымыз піскен күйде қолымызбен су себеміз, немесе арнайы щеткамен жақсылап сулаймыз. Суды көбірек жаққандарыңыз дұрыс, сонда лаваштарыңыз жұмсақ болатын болады. Лавашымыз дайын, енді салмасын жасайтын боламыз. Бізге салмасына майонез, кетчупты жағып аламын. Әркім өз қалауынша жасаса болады. Мен тауық етін қолдандым. Тауық етін және де қуырылған картоп, және де қияр мен қызанақты қолдандым. Дәл осылай лавашымызды орап, табаға екі бетін қызартып алатын боламыз. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер міндетті түрде. Үй жағдайында жасалған лаваш өте дәмді болады. Сіздермен болған ләззат. Видео пайдалы болса сақтап алуды ұмытпаңыздар. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.